үлкен ірі, біреуін артерия деп айтады, біреуін вена деп айтады. Артерия жүрек оны лақтырған кезде ол бүкіл органдарға, ана 100 триллион клеток болса, каждый орган клеткеден тұрады деп айтамыз. На клеточном уровне ол өзіне керекті бүкіл аминокислот, белок, витамин, минерал, фермент, жаңағы соның барлығын жаңа қанмен ол алып үлгеру керек. Сонда жүрек алып үлгеру керек. И сол жаңағы содан Алло. Мен көрініп естіп тұрмын ба? Жаңа кетіп қалды ма бірдеңе? Иә, естіліп тұрсыз енді. Аха. Сонда жаңағы екінші үлкен қан тамыр это вена дейді. Ол бүкіл отработанный керегі жоқ нәрсенің уже клетка керегін. Ол бауыр ма, бүйрек па, жүрек па, ми ма, жаңағы омыртқа ма, қабыртқа ма, бәрібір соның барлық клеткасы 1 минутта жаңағы керегін жұтып алады да, керек отработан, керек емес нәрсенің бәрін кейін қарай тамырға лақтырады. Сол кезде ана вена дейді, ол оның канализация алып қайтады. Түсіндіңіз бе? Ал енді мына саусағымыздың ұшына дейін, мына тырнағымыз, чтоб көгеріп кетпей, керегін алып, розовый түрінде болу үшін, оған бұл жерге келетін артерия жоқ. Ал артериямен келген қанды жүрек лақтырған кезде, ол бүкіл төбе шашымыздан башпайымыздың басына дейін, ана ұсақ қан тамыр талшықтары арқылы барады. Капилляр дейді. Капиллярдың несі? Размері мына шашымыздан 3 есе жіңішке. Шашымыздан 3 есе жіңішке. Теперь ойланып қараңыз, иә? Сол сондай неден қан деген зу етіп жүріп жатыр. Ешкімде, мысалға, осы отырған адамдардың біреуде сіз айтпайсыз, мен мына аяғым көгеріп кетті, жүріп жатыр ма, білмеймін. Что-то жансызданып, потому что все равно қандай количество капилляр бар, и сол прямо бәрін жеткізіп жатыр. И жүрекке қандай күш керек. Конечно, біздің ағзамыздағы бүкіл система өте важно. Ол выделительная система, кровотворная система, иммунная система. Оны бірінен бірін айырып алатын ештеңе жоқ. Бірақ мына жүрек қан тамыры ол қалған системаның барлығының өмірін ұзартуға, оның жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз етуге жағдай жасайды. Жүрек 1 секундта тоқтамайды. Бәріңіз де білесіздер, егер жүрек 1 секунд тоқтаса, ол катастрофа болады. Қараңыз, ол бір жаңағы бір рет лақтырған секундта не етеді екен, 100 миллилитр қанды лақтырады екен. Ал 1 сағатта 360 литр қанды дейді. 360 литр қанды 1 сағаттың ішінде перекачивать етеді. Ал 1 суткада 7 тоннадан 10 тоннаға дейін қанды айналдырып жатыр. Но бар жоғы бізде жаңағы 5,5 литр, 6 литр қан, но оны айналдырып оны есептегенде ғылыми дәлелденді. 10 тоннаға дейін қанды лақтырады, представляете? Сол жүрекке біз көмектесеміз ба, жоқ па? Мен ойлаймын, бүгінгі информация осы беріліп отырған, тыңдайтын болсақ, отырғандардың барлығында жүрек бар. Біздің айналамыздағы жақындарымыздың бәрінде жүрек бар, жүрексіз адам жоқ. Солар үшін бұл информация өте қажет. Өйткені оған көмектесу керекпіз. Біздер мысалға бір күн жұмысқа бармасақ, ой шаршап кеттім, бір алголым бар еді, алгол алып демалам. Я болмаса, суббота-воскресенье мен демалу керекпін. Демалам. Жүрек разве демала ма? Демалмайды. Бүгінгі күні жүректің жұмысын ауырлатып тұрған, тамақты кире-кіргенше жеу, столдан тұрмау. Прямо сондай нагрузкамен майлы болғанда бір майдың да майы бар. Егер оған тоқталатын болса, салмақ салмайтын майлар, кәдімгі табиғи майлар. Бүгінгі күні тамақтың көбі неге растительное масло дейді ғой, соған дайындалады. Почему-то действительно осы 15 жылдан бері денсаулықпен заниматься ете жүріп, очищение өте жүріп, тамағымызды регулировать етіп жүргесін шығар. Мен Алматыға неге барғанда, Ақтөбеде үйде болғасын ешқайда бармаймыз. Алматыда былай көшеден өтіп баратқанда общий пит бар ғой, тағам, бірдеңе, қасынан өткенде
вообще мен мұрнымды басып өтетін. Вроде бы тамақтың суреттері күшті, но иісі жаңағы тамақ пісіріліп жатыр ғой енді, но бірақ иісі сондай отвратительно. Не то, что оның ішіне тамақ ішуге кіріп та, а мен қасынан өткенде жүрегім айнайтын ана иістен. Сөйтсем, это май, жаңағы этот перегар, қаншама не беріп тұрған, непонятно қалай дайындалып жатырғаны, сондықтан оны ағза қабылдамайды. Әрине, оны тазаланғанда өздеріңіз сезесіздер. Өйткені ағза соған жұмыс істейді. Енді айтқым келіп тұрғаны, мысалға, сондықтан біз бүгінгі күні көмектесу керекпіз. Каким образом көмектесеміз, да? В первую очередь, әрине, ол біздің целевой программа Coral Detox, потому что оның ішіндегі жаңағы қан тамырларына кететін керекті заттардың барлығын ерітіп, ана тамырларға жабыспайтын қылып күшейтетін жаңағы не? Ассимилятор отыр, лецитин отыр, пентакан, H500-тың өзі неге тұрады. Енді менің айтқым келіп тұрғаны, кешіріңіздер мені. И ойымды бөліп жіберді. Мысалға, сондықтан мен айтар едім, мысалға, көп айтады, давлением көтеріліп жүр дейді. Давление, да, мысалға, давление көтеріліп жүрсе, значит, уже жүрек давлениені, жаңағы давлениені көтеру арқылы, это артериальное верхнее давление жүректікі, нижнее давление почканыкі деп айтады, бүйректікі деп, да? А жүрек пен бүйрек тығыз жұмыс істейді. Тығыз. Потому что жүрек минутына жаңағыдай 60, 70, 80 удар беріп тұрса, қанды лақтырып, бүйрек соншама ол қанды тазалап үлгеру керек. Сонда 1 минутта жаңағыдай 60-70 раз бүйректе тазалап үлгеру керек. Қараңыз, сондықтан ол жүректе қан тамырлары бітеліп, жаңағыдай өзі ауырлап, проблема туындап тұрса, ол бірден давлениені қосымша механизм дейді ғой, өзінің жұмысын жеңілдетуге запас механизмді қосады, жаңағы давлениені көтеру арқылы. Әрине, біздер оның барлығын, енді медицина последние 100 лет, оны давлениені бір бөлек, жүректі бір бөлек, в общем, емдеп, күйті қандай, мұндай жұдырықтай орган бүгінгі күні өте қатты шаршап тұр. Соған байланысты бізде продукты бар, өте керемет продукт. Мен айтар едім, оны тек қана әлгі тек жүрек ауырған, давлениесі көтерген, оларға это вообще пожизненные показания. А бүгінгі күні кім тамақты болады так, остановиться не может, кекіргенше тұрмайды. Я болмаса қазір онлайн режимде жұмыс істеп жатырмыз. Көбі қозғалмайды, дене қозғалыс жоқ, бәрі үйде отырып, солар үшін де мына жапон ғалымдары соңғы өздерінің наблюдениесінде берген. Егер дейді, сіздің жасыңыз уже 60-та болса, даже 50-ден кейін деп айтады, да, сіз деген неден 60-та болса, сіз күніне 6-10 километр, 6000 шаг емес, 6 километр, 10 километр жаяу жүріп өтетін болсаңыз, сізде 80 жасқа дейін өмір сүру шансы бар дейді. Мына қазіргі жағдайда, қазіргі экология, қазіргі мына болып жатырған жаңағы біздің өмір сүру моделіміз ба, қабілетіміз ба, привычкамыз ба, білмеймін. Соның бәрін есептегенде қазіргі 50-ден кейінгі адамдар дейді, дене қозғалысын қосымша жасап, 6-10 километрге дейін таңертең жаяу жүретін болса, онда 80 жасқа дейін өмір сүруге 95% шансыңыз бар дейді. Сондықтан соларға осы жаңағы программа керек. Оны қазір біз әуелі результаттар айтамыз. Қысқаша ақпарат осы. Мен көп айтпай-ақ қояйын. Қысқаша сіздерге керекті информация осы. Жүрегіңіздің 1 минутта 60-тан 80-ге дейін жаңағы 1 минутта сокращение беруі, ол бүкіл төбеңізден башпайыңызға дейін қанды айналдырып, керегін әкеліп, керек емесін әкету үшін жұмыс істейді. Жүрек просто нетеді, насос, ол качать етіп тұр. А қан тамырлары транспорт, ол жан жаққа бәрін апарып жатыр.
Сондықтан бүгінгі күні біз жүрек пен қан тамырлардың жағдайын өте жақсы жасауымыз керек. Егер жүрегіңізді действительно шаршап тұр ма, оған мен көмектесіп жүрмін ба, көмектеспей жүрмін ба, ол вообще ұйықтамайды. Сол моменттен бастап ана 4 айлық бізді ата-анамыз, анамыздың есінде құрсағында жаратылғанда 4 айында жан берген екен соған, жүрекке да. Первый сердцебиение басталған сол моменттен бастап ол дем алмастан күні түні жұмыс істеп жатыр. Соны білгілеріңіз келсе, насколько оған ауыр ма, жеңіл ма, шаршады ма, шаршамады ма, мына қолдарыңызды бүйтіп созып қойып, былай қолыңызбен не жасап көріңіз. Былай созып тұрып, просто міне бүйтіп разжимать, сжимать, разжимать, сжимать. И жасап, хотя бы 15 минут жасап көріңіз. 15 минут, мен айтпаймын, 1 сағат или круглосуточно. А жүректі круглосуточно жұмыс істейді. Сіз 15 минутқа жетпей, уже руки отвалится деп шаршап қаласыз. Сондықтан оған бірден бір жағдай жасауымыз керек бүгінгі күні. Тек сол арқылы біздің иммунитетіміздің өмір сүретін ортасы да жақсарады. Өйткені бауырдың жұмысы жақсарады, бүйректің жұмысы жақсарады. Қазір енді мен осы жерде біздегі программа, қандай целевой программа шықты, ешбір даже аптекада жоқ ондай кәдімгі системно, комплексно бірін-бірін көмектесе отырып, бүкіл қан тамырлары мен жүректің жұмысын жақсартатын программа ешкімде жоқ, бізде бар. Но соны ішкен адамдар результаттары бар. Қазір мен өзіміздің осы клубының партнері, біздің өте керемет консультант, бүгін өзінің осы несінде карантин кезінде, жаңағыдай карантин кезінде операция керек болып, операцияға карантин кетіп бара алмай қалып, сол программадан жақсы результаттан адамдар бар. Соған сөз берем. Айжан Сагаловна, сіз, пожалуйста, командаңызбен результаттарыңызды тез-тез айтып шықсаңыз. Айжан Сагаловна, мен естіп тұрды ба? Осы жерде барсыз ғой, да? Да, бармын. Сәлеметсіздер, Сарсайына, сәлеметсіздер ма, қаралдықтар, қонақтар. Менің атым Айжан болады, Тілеуова Айжан, Құлсарда тұрамын. Енді бүгін мен Сарсайына енді керемет қылып айтып кетті. Жалпы енді бұл программа Подхомутников, Владимир и Ольга Подхомутников профессорлардың жиынтығы ғой. Оны енді бәріңіз де білетін шығарсыздар, ютубта бәрі бар. Енді мен қазір айтып кетсем, өзіміздің командамдағы нәтиже бойынша өте мықты нәтижелер бар деп айта аламын. Себебі ол кісілер осы именно кардиопак ішкен мезгілде мен олармен жиі сөйлесіп тұрамын, жағдайларын біліп. Сонда олардың өздерінің сөздерін сіздерге жеткізейін. Себебі ол потребительдер Боранкөлде екеуі, біреуі Махамбетте, үш кісі менде нәтиже көріп отыр. Сол апорымда екі кісінің нәтижесі бойынша, енді біреуі Төлебеке апа дейтін, жасы 64-те, осы Ақтауда больницада жатып, осы Айтгүл арқылы, Гүлдана арқылы сұрады, осы жүрек ауруға не бар сіздерде деп. Сосын кардиопакпен H500 и Коралмайн бердім. Сонда қараңыз, сол ішкен бір этап ішкеннің, даже сол ішкенде, бір этап ішкенде уже нәтиже көріп отырды ол кісі. И каждый раз соққан сайын ол кісі рахметін прям жаудыратып, рахметін айтып отырады. И от этого было мне приятно. Екінші кардиопак ішті. Қазір үшінші кардиопак ішіп отыр. Енді соның арасында мен екінші кардиопак ішіп болғаннан кейін мен ол кісіге детокс плюсты рекомендовать еттім. Бірге іштеп. Енді ол қазір үшінші кардиопак ішіп отыр и детокс плюсты жалғастырып отыр ішіп. Енді Что-то интернетті кетіп қалды ма, Айжан? Біреу телефон соғып қалған сияқты, қатып қалды. Да. Не слышно, да? Айжан, сол кісіме де операцияға баруға керек болған.
Да, айтады. Больницада жатты ғой енді, сосын больницада жатты, и врачи сказали, скоро операция жасау керек. Енді қазір жол жоқтықтан Астанаға бара алмай қалып тұр ғой. И соның арасында біздің кардиопакты ішіп, ол өзінің жағдайын жақсартып алды. Енді ол кісі айтады, мен енді бармаймын дейді, себебі она чувствует себя прекрасно. Да. Отлично. Екіншісі 25-тегі бала. Екіншісі. Ол бірақ баланың өзімен сөйлескен жоқпын да, себебі мамасымен сөйлестім. Мамасының айтуы бойынша балам жақсы деді. Ол енді екінші кардиопак ішіп отыр. Енді үшіншісі Махамбетте қазір енді ол кісінің өзі шығады, айтады. Ол бірінші ішіп отыр. Себебі ол кісі айтады, күнде приступ болып отыр дейді. А қазір ондай байқалмайды дейді. Қазір өзі де айтады, Амангелді ағай. Айгүл? Айжан, на минутку вопрос. Жаңағы 20-64-тегі адамның, понятно, жүрегі там. А 25-тегі балада не болған? Именно не? Ол ішуге кардиопакта қандай белгілер болған? Енді мен ол баланың өзімен сөйлескен жоқпын, но это по рекомендации именно манағы Төлебике апаның рекомендация бойынша ана бала ішіп отыр. Енді нағыз енді ішетін болғасын жерде оның ақауы болып тұр ғой. Енді оны мен мамасымен сөйлестім, өзімен сөйлескен жоқпын, себебі бала жұмыста болды, сөйлесе алмадым ол баламен. Жақсы. Үшінші адам? Үшінші адам Махамбеттен Амангелді ағай қазір неге шығады өзі? Айгүл? Иә. Айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Да, естіп жатыр. Мен атым Амангелді, Атырау облысы Махамбет районынан. Осы 2-3 күн сайын приступ ұстап қалатын еді. Жүрегім қысылып, давлением көтерілді. Осы 2-3 жыл болды, сондай. Операцияға бардым, мұнымен жасалмай карантиннің несіне байланысты ауылға қайтып келдім. Ертең жасайттым деген күні. Содан бері мына келін Айгүл деген. Менде осындай дәрі бар, кардиопак. Соны ішіп қарашы, содан жақсы боларсың дегесін міне. Оны алып, бір 20 күннің үстінде болды, ішіп жатырмын. Қазір Құдайға шүкір жақсымын. Үйдің қасында тұрған базарға, 300 метр жердегі базарға 5-6 дем алып, аспанға қарап жұлдызданып тұратын едім. Қазір жақсымын айтып, жұмысқа да жаяу барып келіп жүрмін. Жаман емеспін, Құдайға шүкір. Сол бана ашпет соты бар, басқа да нелер бар, бәрін ішіп жатырмын. Қазір жақсымын. Аллаға шүкір. Рахмет ал сіздерге көп-көп. Соны айтайын. Түнге қарай жүрегіңіздің қысылуы қойды ма? Ұйқыңыз дұрысталды ма? Давлениеде бәрі де дұрысталды, жақсы болды. Өте жақсы, тоқтатпаңыз. 2-3 күнде скорый шақыратын едім. Қазір жақсымын, Құдайға шүкір. Алла жағылсын. Рахмет. Өте жақсы. Өте жақсы. Айжан? Сарсайна, мен бір айтып кетейін да, осы кісілердің энергиясымен да я начала пить кардиопак. Енді бұрын мен дейтін тауринді де, как его, таурин, коэнзим, магний, бөлек-бөлек ішіп жүрдік қой, да? Но когда в комплексе пьешь, да, это уже другое ощущение. Осы кісілердің энергиясымен мен осы кардиопакты начала пить. И как по рекомендации Подхомутниковых, да, я решила, что я буду пить постоянно. И я рекомендую всем, потому что у нас сердце одно. Айжан, естілет. Естілметр, да? Естілметр, да? Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Мана, сіз айтқандай кішкентай жұдырық, да, бүкіл біздің денемізді қанмен қанмен снабжать етіп отыр ғой, да? Вот почему бы не уделить внимание вот этому маленькому сердечку нашему? Да.
Я дұрыс я айтасың. решила, что я постоянно буду пить кардиопак. Өте керемет. Ана Подхомутниковтың нелерін тыңдағанда презентации, там они отдельно интервью беріп отыр Подхомутников сам, и да, и солардың айтуы бойынша вообще сам Подхомутников, я пью постоянно. Если Подхомутников пьет, а почему бы нам не пить? Да, Сарсайна? Да. Вот сондай нәтиже. Рахмет. Да, Айжан Сақаловна, рахмет. Сіздің командаңызда өте жақсы адамдардың өмірін, жаңағы өмірінің сапасын жақсарту, денсаулығын жақсарта отырып, анадай көңілдеріндегі үрей, қорқыныш, таңертең оянбай қалам ба деген, оның барлығы енді бір ғанибет қой, бір ғанибет. Оған көмектесу деген өте бір игі іс. Теперь келесі результат, Гүлзия. Гүлзия, сізде результат бар еді ғой. Саламатсыздар ма? Менің есімім Гүлзия. Менің бірінші результатым Орал облысынан 80-дегі адам. Сол кісінің қызы хабарласты. Анам ауырып қалды, доғдырға салып едік. Доғдырлар айтты, жүрегі 17% ғана жұмыс жасап тұр. Біздер операция жасай алмаймыз деп айтты. Енді операция жасағанда ол кісінің өтіне операция жасаймыз деген өтінде тас болған ба, өтіне приступ ұстап барған. Содан кейін енді 17% істеп тұр, енді алып кетіңіздер деп, соны ауылға алып қайтқан. Сол қайтар кезде маған звондады, жүрегі ауырып тұр деді. Не береміз деп. Ол кезде кардиопак шыққан жоқ. Мен сол есіме коэнзим Q10 бірден түсті. Коэнзим Q10, H500, Корумайн, астимулятор, сосын тағы Корумагний. Осыларды бердім. Содан кейін ол Бибінұрдың айтқаны, қызы ғой Бибінұр, ауылға барғанда уже мамасы есін білмейді. Содан кейін коэнзим Q10 деп күнде ұртына салып қойдым дейді. Ол кезде таблеткеде еріп. Мамасы только жатқан ба? Мамасы жатқан. Жоқ, жатыр, есін білмейді. Жатқан. Сөйтіп ұртына сала бердім, сосын шамалап су тамызады аузына. Сөйтіп ұртына сала бергеннен кейін бір жеттен кейін көзін ашты дейді жаңа кісі. Сосын енді көзін ашқаннан кейін енді қалған продукцияларды кәдімгі жиі бердік дейді. Жаңағы H500 бар, астимулятор бар, Корумагний бар, су бар. Содан кейін 10 күннен кейін, 15 күннен кейін орнынан тұрды дейді ол кісі. Орнынан тұрып, сосын уже бір айдың ішінде ол кісі түргеліп есіктің алдына шығып отыратын болды дейді. Міне соны көрген ауылдастары барлығы сол Бибінұрдан кейін тіркеліп, барлығы да осы Оралдың өнімін ішіп жатыр, әлі күнге дейін ішіп жатыр. Енді екінші результатым бар. Екінші результат ол кішкентай қыз бала, сол кезде 9 жаста болу керек, екі оқиды деді ғой. Жүрегінен жаңағы порок сердце деген, ол уақыт 9 жасқа дейін білмеген доғдырлар. Сол 9 жастан кейін жүрегінде порок сердце, операция жасаймыз, операцияға дайындаңдар деген. Сол енді операция ол көктемде жасалатын болды ма? Содан күзде ол балаға корал клубына әкеліп продукциялар ішкізді. Ол кезде де кардиопак жоқта, бірақ кардиопактың ішіндегі коэнзим Q10, Корумагний, осылар бөлек-бөлек сатылатын бар еді ғой. Сондықтан біздер сол осы коралдың өнімдерін бердік енді. Парадишкеден бастап бердік, содан кейін жаңағы коэнзим Q10, Корумагний, жүрекке қандай жүрекке пайдасы бар, зат бар, соның барлығын бердік. Сол 4-5 айдан кейін барып, неге барып жаңағы Астанаға барып операцияға барды ғой енді. Операцияға барған кезде не істепті жаңағы. Неге түсірген? УЗИға түсіргеннен кейін айтты, операция жасамаймыз. Баланың жүрегіндегі тесік бітіп келе жатыр өзінен өзі деп. Арғалай продолжайте, не ішіп жатсыздар, соны жалғастыра беріңіздер деген. Содан енді қазір ол қыз бала 13-14-ке келіп қалды, шауып жүр, ән айтады, кәдімгі 100% денсаулығы жақсы. Бүгін қатысқысы келіп еді, мамасы бірақ
қаланың сыртында жүргендіктен қатыса алмай қалды, сондықтан мен айтып отырмын. Сондай результат. Аха. Тағы кімде результат бар екен? Айтқысы келіп тұрса, лұқсат. Сарсайна, мен айтайын. Аха, Гүлнар Зейнеловна. Кеш жарық қыздар, бүгінгі зумның қонақтары, менің командамда мынандай оқылды. Не Даша апа қатысып отырма деп қарап едім. Даша апа дейтін менің потребитель апайым бар. Өз жасы үлкен кісі, бірақ Даша апаның баласы бар еді да, 45 бар еді деп, бар баласы. 40 пен 45-тің ортасында, мен точный возрастын білмеймін. Жаңағы баланың, ошым көптен жүрегі ауырады дейді, бірақ мән бермейді ғой. Содан бір күні ол бала вообще жүректен жүре алмай қалады, просто жүре алмай қалады, сосын реанимацияға түседі. Сонда оның жүрегі ісіп кеткен деп айтты дейді. Мынау менің қалай жүрсің, сондай состояние өте төмен, ісіп кеткен деп айтты дейді. Содан келіп Даша апа, мен балам реанимацияға түсті, жүрегі мен ауырып қалды. Ал енді балама не берем деді. Сосын мен кардиопак беріп жібердім Атырауда. Сосын бала жаңа негізі кардиопактың сыртында жазылып тұр. 2 ай ішеді деп. Оны бала 15 күнде бітірді. Сөйтіп 2 айда ол 4 кардиопак бітірді де, баланың ісігі бәрі кетіп, вообще жүрегі өте күшті болып кетті. Сосын ол баланы неден Құлсарда тұрады олар, сосын Атырауға алып келеді. Жаңа санавиацияма бір нәрсеменен. Осы Атыраудағыда неде ұстайды, бірақ Атырауда больницада жатқанда уже кардиопакты ішкізді мамасы. Содан ол бала вообще жақсы болып кетті. Вообще прям өзі таңғалып отыр да, өзі жүгіріп келіп офистан алып тұрады кардиопакты. Қазір до сих пор ол пьет кардиопак, жақсы көріп қалды енді керім. Сосын мен оған айттым, сен кардиопактың өзі ішпе, сен су қосып іш, H500 қосып іш деп, соңғы мезде сумен H500-ын ол алып жүр. Содан кейін менде бір Сәрсен дейтін ер адам бар. Ол кісі де бізге келгенде ол инсульт болған екен негізінде. Сол инсульт болған екен, сол жақ қолы, жүрек жақ қолын көтере алмайды. Оған айтқан 1-2 айдан кейін квота дайындаймыз, сол 1-2 айдан кейін очередь келеді, сен операцияға баруың керек деп. Содан Сәрсен алып кетті, корл детокспен қосып, сразу кардиопакты алды. Ең бірінші күннен бастап. Сол где-то 2 айдан кейін жаңа тексерілуге барғанда квота алу үшін. Оған айтқан операция уже не нужен деп. Но за это время ол уже қолын көтеріп, былай бүйтіп қозғап тұрды. Ол айтып, мына қолын қозғап көрсетті, күшті қозғалады деп, оң қолын. Сол қолын қозғалмайды дейтін еді. Сол қолы күшті қозғалып кетті. Вообще қазір риза енді кардиопакқа. Сосын бір Жұма дейтін апай болды, ол кісі үлкен кісі. 70-тен кеткен апау деймін, ол кісіде. Ол кісіге де операция жасау керек болған, бірақ ол кісіге де операция жасалмай қалды. Ол кезде кардиопак болған жоқ та, действительно кардиопактың ішінде таурин, магний, коэнзимдарды жеке-жеке алып ішті. Кәдімгі көп-көптен ішіп жүрді. Ол апаға да керек болмай қалды, қазір жақсы самочувствиесі. Үлкен кісілерде жақсы болып кетіп тұр, жас адамдарда жақсы болып кетіп тұр. Мен де өзім кардиопакты іштім. Где-то бір 2 ай бұрын іштім ау деймін осы кардиопакты. Енді менде онда жүрегім ештеңе ауырмайды, но все равно жаңағы для поддержки, для профилактики ішіп көрейін деп іштім. Кардиопак ішкенде мен бұрындарда учетта тұрдым. Бұрын ертеректе осы қаралға дейін жүректен учетта болдым бұрындарда. Жүрегім ауырып, ондай шаншып қазір жоқ па? Но кардиопак ішкенде басында кішкене аздап жүрегім не істеді, қобалжып біртүрлі. Бірдеңе болғандай болды, жаңағыдай бір өзгеріс болғандай болды да, 1-2 күннен кейін. Сосын ол білінбей кетті. Но без всяких енді ештеме де болған жоқ, мен просто для профилактики ішіп қарадым продукциясын. Өте керемет продукция, әйтеуір кім ішіп тұр, жүрегі ауырып. Любой адам результат алып тұр, айтқым келіп тұрған сол. Рахмет тыңдағандарыңызға. Өте жақсы рахмет, Гүлнар Зейнеловна. Енді мен бір результат есіме түсіп тұр, осы офиста отырғанымызда ертеректе. Біздің клубтың шақырушылары ғой, енді клуб здоровьяға ма бір адам келді, ол врач. Пенсияға шыққан, уже 40 жыл терапевт, гастроэнтеролог, соңғы жылдары зам главный врач, по лечебной части жұмыс істеген жаңағы да, бірақ давлениесі көтеріледі екен, мықты. Сол давлениесін түсіруге не бір укол, не бір дәрі жатып система алсам да түспей қойды дейді. Жаңа бір күні келгенде солай бүйтіп, түрі шаршап отырды. Сосын, давлением түнімен ұйықтамай, жүрегім біртүрлі болып шықты дейді. Мен коэнзимді постоянно ішем. Коэнзимді жүрегімде емес, жаңағы ол деген, знаете, на клеточном уровне, где вот вырабатывается клеткеде жаңағы ядросында энергия. Вот адамның бүкіл клеткеде энергия бар. Сол біздер оны расходовать етеміз.
көбіне көп бүгінгі күні 70-80% клетка өзінің энергиясын тамақ қорытуға, тамақты сіңіруге, одан қалған қалдықтарды шығаруға жұмсайды. А на самом деле ол деген мына өміріміздің сапасын өзгертуге, бір жақсы ойлар, идеяға жұмсалу керек қой. Но мен жаңағы адамдармен сөйлесем, энергия берем көп, сол үшін шетінедім. Алдымда ол кісіге айттым, мә, сол жерде прямо 2 капсуласын бердім сразу. Ол кезде капсула ішіп қойыңыз дедім. Знаете, ертеңгісі ана кісі айтады, мә, керемет болдым дейді. Жаңа коэнзимнан керемет болдым. Теперь ол кісі постоянно соны ішетін болды. Сосын екінші өзімнің енем, тоже жасы 80-ге келген, бір жақтан келдім, Украинадан ба, событиядан келсем, ол кісі давлениесі төмен, ол кісінің. Қаны аз, жүрегінде жаңағы не бар, доғдырлар. Ой, өзі тоже ол медработник, младший медперсонал ғой, всю жизнь медсестра болып істеген. Мына баттарды мойындамайды, тек дәрі ішемін дейді, жаңа дәрісі сондай көмектеспейді. Сонда да сол дәріге сыйынады. Жаңағы содан бір күні жаңағы жүрегі соғып, түнімен ұйықтамай шығыпты. Осы Ақтөбеге келген ғой. Потом доғдырға апарып, доғдырлар оны 80-дегі адамға қарамайды ғой. Давлениеңіз төмен екен депті де, укол істеп, ол кісі құлап қалған. Сол жерде есінен танып түскен. Содан сол жерде оның есін жинатып алыпты да, ол кісінікі бәрі хронический, алып кетіңіздер деп үйге алып кеткен. Потом мен Украинадан келсем, енем үйде бүйтіп жатыр, әлі жоқ. Мен алдында жаңағы кім Гүлзия айтқандай, ана мамасының аузына коэнзимді сала берген. Бір жеті көзді ашпай жатқан адамның аузына коэнзимді сеуіп отырып, күттай-күттайдан суды нетіп отырған, тамызып. Ол адаммен бүкіл көрші қоштасып атты ол кезде. Сол сияқты менде енеме алдында коэнзимді аузына септім де, 0,5-қа 2 қорылмайын салып, қолына беріп қойдым, H500 салып. Мұнан жайлап ұртай беріңіз деп. Содан кейін ертеңіне жатарда тағы біреуін бердім, енем айтады, марқұм. Ертең айтады, сол ана сар капсулаңды бер, соны ішейін, қалғаны керегі жоқ. Қараңыз, түнімен жақсы ұйықтап шықтым дейді. Жүрегімнің қысылғаны, соққаны кетті дейді. Коэнзимді ол кезде біздер бөлек алып жүрдік. Қараңыз, енді керемет целевой программа кардиопак деген шықты. Кардиопактың ішінде, осы жерде отырған клубтың дистрибьютор консультанттарының барлығы білет. Ал если жаңадан келіп отырған адам болса, көрсетуге болса көрсетейік, болмаса айтайын, кардиопактың ішінде жаңағы коэнзим бар. Ол энергиясын айтады ғой, қуатыңыз таусылмасын, үлкендерге қуат берсін, қуат, это энергия. Оны восстановить ету керек. Қазіргі үлкендерге ол керек. Коэнзим отыр, оның ішінде таурин деген отыр. Мінекей, міне пентакан деп тұр. Пентакан вообще жаңағы мына шаштан 3 есе жіңішке капилляр қан тамыр талшықтары арқылы қанның жүгіруін обеспечивать етеді, қамтамасыз етеді. Плюс жүрек пен бүйректің тығыз жаңағы екеуі жұмыс істейді ғой. Айттым ғой жаңа, 1 минутында жүрек 70 ударды лақтырып тұрса, бүйрек 70 рет 1 минутта оны тазалап үлгеру керек. Бір сәт ойланыңыздаршы, қандай жұмыс істеп жатыр. Біз ода шаруамыз жоқ. Істеп жатырсың ба, тазалап жатырсың ба, саған не керек болып тұр, не жетпей жатыр, шаршадың ба, шаруамыз жоқ. Жүгіріп, жаңағы барсақ қонағымыз таңға шейін, одан қалса жұмысымыз, ақша табу керек. Сосын мына стресс, біз даже малейший күнде стрессовый жағдайда жұмыс істеп жатырмыз, ол да жүректі шаршатады. Вот соның барлығына пентакан керемет энергия береді. Екінші корл магний дейді. Корл магний деген это коэнзим, вот жаңа жүректі күнінен бірін тозып кетуден сақтайды, Сосын корл магний дейді, ол жүректің минералы, жаңағы жүректің соғысын, ритмін дұрыстайды жаңағы. Бір жағынан жаңағы стресске қарсы тұруына көмектеседі. Вообще ол бүкіл мына мышечный тканға керек, судорогтан сақтайды. Бүгінгі күні, знаете, вот даже 15 жастағы балдарда мына сосудистый катастрофа қазір балалардың арасында көп. 1,5 жастағы балдар инсультпен түсіп жатыр. 15 жастағы балдар паркинсонмен түсіп жатыр. Паркинсонды білесіздер ғой? Қолы дірілдейді, басы дірілдейді. Оның барлығы мына магний нелердің жетпеуінен болады. Тауриннің жетпеуінен болады. Таурин аминокислот. Ол вообще не только жүректің жаңағы қан тамырларына, ол мына мидың қан тамырларына, ол мына көздің қан тамырларына, сетчатканың қан тамырларына керек.
жүректің мына соғуы, ритмі, жаңағы соғуы число дейді ғой, сердечное сокращение. Және ол деген мына немен біздің дыханиеміз минутына 16 удар болса, жүректікі 70, соның барлығы бірін-бірі кәдімгідей толықтырып тұрады. Соның мына почему ана адамдар жаңа естідің результат сразу жақсы результат алып жатыр, өздері сезініп жатыр. Оның барлығы мына продуктлар бірін-біріне мешать етпейді. Наоборот, бірін-бірінің действиесін күшейте отырып, тез-тез жүректің жаңағы жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді. Сондықтан мен айтар едім, кардиопак бүгінгі күні бірден-бір решение. Кімде давление көтерілді кішкене, кім жаңағыдай айттым ғой жаңа басында, кім лишний раз дене қозғалысы жоқ, кім тамақ жеуден тоқтай алмай жатыр, артық салмағы бар, жаңағы избыточный вес дейді. Соның барлығы, кто хронический усталость, или болмаса мына естеріңізде болсын, түнгі сағат 3-тен кейін таңда жүректің қысып ауруы, ол классика. Ол кәдімгі жүрек ауруының классический белгісі дейді. Ол чисто жүректегі проблема болып саналады. Ол солай хабарлама беріп отырады адамға, хабарлап. Но біздер сол бойда қысылсақ та, ертеңнен ұмытып кетеміз, тағы бір салдыр-салаққа салынып, жарайды, бүгін неше сияқты, ертең барармын. Ал мен айтам сонда адамдарға, сіз вот машинамен келе жатырсыз. Машинаңызда бір красный лампочка жансыншы. Тап сол жерде үйіңізге бармастан ана стома, не знаю, анау шиномонтаж ба, әлгі тексеретін диагностика ма, тура. Откладывать нельзя. Машина деген ты что, бірдеңе болып қалса, оның фильтрі бітеліп қалған шығар. Почему красный лампочка жанып тұр? Потому что ол уже предупреждение, ол деген керемет машина, оны 1 минутқа, 1 күнге откладывать етуге болмайды, тут же соғыны жетіп барамыз. А жүрек, вообще, жүректің лампочкасы бас, күні-түні ауырып, уже қай жерде ішімізде катастрофа болып отырған, в первую очередь центральный нервный мозг көреді, ол мозг ішке қарайды. Біз көзіміз сыртты қарайды ғой, ол ішті қарайды. Ол деген солқылдап ауырып, ешбір дәріге көнбей белгі беріп жатса да, бір лампочка түгіл 10 лампочка жансын. Біздер сондай бір бет бұрмаймыз ғой. Бұрмай, бұл не болды? Мен бір жаңағы бұған бір қаралайыншы деу жоқ. Сондағы қаралғандағы не? Да, может адамдар қаралып та жатқан шығар. Бірақ бүгінгі күні дәрі көмектесе алмай жатыр. Мен сіздерге айтайын, Алладан жаратқан, жер бетінде тіршілік жаратқанда, тіршілікке кәдімгі дем беріп тұрған, жан беріп тұрған, тіршіліктің көзі су. В первую очередь, пожалуйста, су ішуді үйренейік. Coral Detox программасы. Coral Detox программасы ол мына денсаулықтың негізі. Бүкіл система, да, бүкіл системаға беріп отырған целевой программаның бәрі Coral Detox соның негізі болып қаланады. Түсіндіңіздер ма? Оның ішінде жаңағы пентаканда отыр, H500-да отыр, ассимиляторда отыр, жанын кіргізетін. Сондықтан мен айтар едім, в первую очередь, пожалуйста, су ішуді ұмытпаңдар. Бүгінгі күні қарасаңыздар, айтылып жатыр. 10 жерден тіпті керемет алтынмен апталған, күміспен күптелген фильтр қойыңыз. Бірақ фильтрдің суы мертвый. Ол постепенно өлтіреді. Ол постепенно бүкіл күш қуатын ағзаның клетканың алып кетеді. Сондықтан қандай су ішу керек? Именно качественный суға экономить нельзя. Можете экономить на что-то другое, да? А чтобы именно качественный қорылмайын суына, ол деген 20 жыл бұрын айтылды. Именно бүгінгі күні адам өмірін сақтауда, әрбір органның ғұмырын созуда, әрбір органның на клеточном уровне жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз етуде ол судың несі зор. Сондықтан, пожалуйста, қазіргі заманда иммунитет керек. Вообще оны бөліп алатын жоқ, бәрі керек. Алла тағала 12 системаны салған, 12 системаның біреуі кетсе, қалған система нагрузкамен жұмыс істейді. Бірте, бірінен кейін бірі барлығы да істен шығады. Сондықтан біздің осы жерде отырған керемет, обученный, подготовленный, грамотный, көптеген врачтардың білмейтінін білет деп айталам. Именно денсаулық сақтауға келгенде, денсаулыққа қандай көмек көрсету керек, именно зиянын тигізбейтін қандай қадамдар жасау керек. Соған келгенде біздің консультанттар
барлығы сертифицированный академия здоровьядан өткен. Сондықтан элементарный, оған врач болып керек жоқ, оған 7 жыл оқып медицина дипломын алып керек жоқ. Су ішу үшін қандай су ішу керек бәрін жақсы біледі. Сондықтан солармен хабарласыңыздар, ішіңіздер Коралмайн суын. Енді бүгін біздер неге суды айтамыз, потому что ол основа кардиопак енді біздің мақтанышымыз. Шынын айтқанда кардиопак мақтанышымыз. Оны қараңыз, жаңа возрастты қараңыз. Біреу 64-те, біреу 80-де, біреу 9-да, біреу 25-те. Сонда кардиопак для профилактика бәрімізге керек болып тұр ғой? Бәрімізге керек болып тұр. Ішіңіздер, қазір Құттай балдар деген өмірге келер келместе жүрегі тесік, уже бізге обращаться етіп жатыр. Ізденіңіздер, оқыңыздар, осындай зұлымнан қалмаңыздар. Білгенімен бөлісуге біздің консультанттар дайын. Бүгін осымен біз қысқаша осы ақпаратымызды аяқтаймыз. Амандықпен келесі кездескенше сау болыңыздар.